Barchaga salom dostlar. Sizlerмен sport жаңалыктары. Бүгін бокс жаңалыктары болады. Америкалық маман Бивол Рамирес кездесуін күтпеген болжам жасады. Танымалы америкалық бапкер Роберто Гарсия, мексикалық боксшы Хилберто Рамирес алдағы айқаста жартылай ауыр салмақта WBA белбеу иегері Дмитрий Биволдың жеңетінін айтты деп жазады портал. Мен бұл кездесуні асыға күтіп жүрмін. Рамирес жеңеді. Хилберто ірі боксшы. Ол Биволдың кіші емес. Бивол ауырлау шығар, бірақ Рамирес бұл салмақ үшін ірі. Бойшан және соққысы ауыр. Мүмкін оның жұдырықтасуы мәнері тартымды емес шығар. Оның жанкүйерлері де көп емес. Алайда, ол шаршы алаңда не істеу керектігін жақсы біледі. Сондықтан мен Рамирес жеңеді деп есептеймін. Биволдың Джонел Диастың залында жаттығуатыннан білеміз. Диастың өзі жеке көмектесуде. Мен оған сәттілік тілеймін. Оларды мықты жаттығу өткізгенінен хабарым бар. Дегенмен де мен Рамирес жеңіске жетеді деп ойлаймын, дейді Гарсия. Еске салайық, Дмитрий Бивол мен Хилберто Рамирес арасындағы кездесу 5 қараша күні Абу-Даби қаласында өтеді. Садриддин Ахметовтың шаршы алаңға қашан оралатыны нақты анықталды. Бірінші орта салмақта өнер көрсететін қазақстандық боксшы Садриддин Ахметовтың шаршы алаңға қашан оралатыны белгілі болды. Дерексөздің тілшісі берген сұхбатында отандасымыз келесі кездесуін 11 желтоқсан күні өткізеді. Алматы аренада қазақстандық боксшылар қатысуымен жекпе-жек кешені өтеді. Онда Жанқош Тұраров та өнер көрсетеді. Еске салайық, Ахмедов 2021 жылдың қаңтар айынан бері шаршы алаңға шыққаны жоқ. Кейінгі айқасында ол Нидерландиялық Стивен Даноны, Франк Фон және WBA белбеулерінің иегері атанады. 2021 жылдың желтоқсан айында Садриддин ақш жерінде алғашқы кездесуін өткізу керек еді. Бірақ отандасымыз жарақат алып қалды. Жалпы Ахмедов кәсіпқой бокста 2018 жылы ауысып 12 кездесу өткізіп, барлығында жеңіске жеткен. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.